Қайырлы күн баршамызға, жаңа жылымыз құтты болсын. Бүгін сіздерге сметанный пирогтың видеосын ұсынамын. Және де мінсіз шығуының жолдарымен бөлісемін. Осы экранда көріп тұрған заттарымыздан жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызға бөлме температурасындағы майды немесе маргаринді салып, қолымызбен алақанымызбен үкілейміз. Артынан жұмыртқа, қопсытқыш, қантымызды салып, жұмсақ қамырымызды елеп, салафан кедіріп, холодильникке саламыз. Осындай шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды жарып, миксерлейміз. Ыдысымыз шұңғыл болса, жұмыртқамыз жан-жаққа шашырамайды. Көпіргенше миксерлеп аламыз. Артынан қантымызды саламыз. Қантымыз әбден ерігеннен кейін қалауыңыз бойынша ірімшік салуға да болады, салмай қоюға да болады. Егер ірімшік салатын болсаңыз, ұстап көріңіз. Қатты түйіршікті болса, оны міндетті түрде блендермен езіп алыңыз. Егер де мендік сияқты жұмсақ болса, онда миксерлеуге жарайды. Ірімшігімізді миксерлеп болғаннан кейін, ең артынан қаймағымызды саламыз. Ванилин қостық. Қаймағымыз майлылығы 20 немесе 30% болу қажет. Және де бөлме температурасы емес, міндетті түрде кремін жасағанға дейін холодильникте тұруы қажет. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, формамызға жағамыз, кидіреміз. Шет жақтарын жоғары биігірек қылып көтереміз. Бортиктерін креміміз ағып кетпеу үшін. Кремімізді құямыз. Қамырдың астына пергамент қағазын төсеуге де болады, төсемесеңіз де болады. Қызып тұрған пеште 45-50 минутта 180 градуста пісіреміз. Кремнің бетін ұстап көріңіз қолыңызбен. Қолымызға жабыспаса, ол дайын деген сөз. Тураған кезде кремі ақпайды. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз де болады. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жасап көріп, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Айман, келесі кездескенше.